Кеш жарық құрметті қатысушылар, мен есімім Елнұр Әлімова және мен Сүлейман Демирел атындағы университеттің аға оқытушысымын, мәлім сайтының тілшісімін. Бүгін мен сіздерге пандемия кезіндегі ашық деректермен жұмыс істеу тақырыбында мастер-класс өткізетін боламын. Олай болса, бастасақ. Алдымен бұл мастер-класста не қамтылатынын қысқаша айтып өтсем, яғни ең алдымен ашық деректермен жұмыс істеген кезде нені ескеруіміз керек, қандай параметрлерге және критерийлерге қарауымыз керек, және де ары қарай біз қазақстандық ашық деректер, оларды қайдан аламыз, қандай салаға байланысты ақпаратты қайдан іздейміз дегенге тоқталатын боламыз. Және соңына мен бір блокты зерттеуші журналистерге арналған ашық деректер көздеріне арнасам деп отырмын. Бұл өте маңызды тақырып деп есептеймін өзім, өйткені бүгінгі күні Қазақстанда зерттеуші журналистер бір жағынан қат болғанымен, екінші жағынан оларға деген сұраныс артып келеді. Сондықтан бұл блокта көбіне көп халықаралық ашық деректер көрсететін боламын. Олай болса, ашық деректер деген жалпы қолжетімді деректер, яғни бұл ресми органның, үкіметтік емес ұйымдардың немесе халықаралық бір ұйымдардың ұсынатын жалпыға бірдей ашық және қолжетімді мәліметтері, және олар әртүрлі форматта болып келеді. Әдетте ол PDF, мәтін түрінде, JSON, геофайлдар немесе SHIP файлдар, CSV түрінде келуі мүмкін. Және де әдетте әсіресе халықаралық ақпарат көздерінде, яғни дерек көздерде біз осы файлдарды оп-оңай жүктеп алуымызға болады. Жалпы Қазақстандағы ресми органдарын орналастыратын ашық дерек көздері де осындай форматта болып келеді. Жаңа айтқанымдай, әдетте біз ашық деректерді ашып онымен жұмыс істеген кезде, бұл деректер бізге жалпы қандай орган немесе қандай ұйым ұсынып жатыр деген сұраққа жауап беруіміз керек. Бұл ресми органдар болуы мүмкін, жаңа айтқандай мемлекеттік органдар болуы мүмкін, үкіметтік емес ұйымдар болуы мүмкін, және де халықаралық ұйымдар, және де еріктілер жинаған ашық деректер базасы болуы мүмкін. Әлбетте, дүние жүзінде бізде еріктілер жинайтын ашық деректер өте көп. Жалпы, мәліметтермен жұмыс істемес бұрын, яғни бізге қандай да бір мәлімет керек болған кезде, оны іздеген кезде біз, мысалы, ресми органның сайтынан алатын болсақ та, қайдан алатын болсақ та, мынандай сұрақтарға жауап беруіміз керек. Ол, яғни мәліметтерді тексеру үшін оларға қаншалықты сенуге болады, яки сенуге болмайды деген сұрақтарға жауап беру үшін оны қандай ұйым ұсынды, ол ұйым, ол деректерді, ол мәліметтерді қалай жинады, яғни өзі жинады ма, белгілі бір сауалнама жасап, сол арқылы халықтан жинады ма, немесе ол басқа бір ұйымнан алды ма, бұны сол сұрақтарға жауап беруіміз керек. Және қандай мақсатта жинады жалпы, ол мүмкін ол жаңа айтқанда еріктілер жинайтын болса, оларда бір белгілі бір мақсат көздеген болуы мүмкін. Ол қандай мақсат, мүмкін ол бір грант үшін жасалған дүние ме. Қысқасы, осындай нәрселерге мән берсек, және де ол дереккөз қаншалықты сенімді, мысалы, ресми органдар болатын болса, жаңа айтқандай, олардың да қайтадан бұл деректерді қалай жинаған методологиясына байланысты болады. Мысалы, сауалнама арқылы жинайтын болса, ол сауалнамаға қанша адам қатысты, немесе қанша үй шаруашылығы қатысты, егер ол Қазақстан бойынша болатын болса, шамамен 1200-800 шамасында қатысқан болса, бұл және де ол репрезентативті емес пе, яғни бүкіл халық қамтылған ба, онда демографиялық көрсеткіштер жөнінен бүкіл аймақ қамтылған ба, сол сұрақтарға жауап беруіміз керек. Және бұл мәліметтер қаншалықты жаңа, әлде ескі, осында сүзгіден өткізіп отырсақ. Және де сол мәліметтерді өзімізге қажет бір деректі тапқан кезде, сол цифрлар жалпы нені білдіреді? Ол адам саны ма, әлде ол ақша ма, жалпы бұл көрсеткіштер нені білдіреді, және олардың өлшем бірлігі не деген сұраққа жауап беруіміз керек. Көп ретте бізде қылмыс статистикасы және белгілі бір науқастардың статистикасы, яғни ауру түріне қарай сол ауру жұқтырған адамдардың статистикасы, немесе ауырғандардың статистикасы 100 мың адамға шағылып беріледі, немесе абсолютті сандармен беріледі. Осыған да мән берсек. Және де мен бұл сандарды аудиторияға қалай түсіндіре аламын, бұл мәліметтер қандай сұрақтарға жауап бере алады, немесе мен ол арқылы қандай гипотезаны тестілей аламын деген мәселеге де мән берсек. Яғни гипотеза деген енді кішкене дата журналистикаға кетіп қаламыз, оған тереңірек үңілетін болсақ, бұл әдетте екі көрсеткіштердің арасындағы байланыс. Мысалы, белгілі бір солтүстік Қазақстанда, мысалы, қатерлі ісік ауруларына шалдыққандар санының көп екенін байқасақ,
Бұны немен байланыстыруға болады? Ол сол жердегі зауытпен байланысты ма, әлде басқа да бір көрсеткіштер әсер етті ме? Соны тестілеу үшін біз деректерді іздейміз, және сол деректер осы гипотезаға жауап бере ала ма, соны сүзгіден өткізуіміз керек. Олай болатын болса, ашық деректердің өзі жалпы бірнеше сала бойынша Қазақстанда тұтастырылып берілген жүйелер бар. Ол ең алдымен статистика бюросының талдау ақпараттық талдамалы жүйесінде біз әртүрлі салалар бойынша статистикалық мәліметтерді таба аламыз. Бұл енді жалпыға қарапайым және көбіне көп түсінікті деп ойлаймын. Сол себепті оған көп тоқталғым келіп тұрған жоқ, одан гөрі пайдалырақ заттарға көбірек мән берсек. Дегенмен бір ғана көрсеткішті айтатын болсам, мысалы көріп тұрсыздар, мына жақта әртүрлі салалар бойынша топтастырылған, яғни кәсіпорын статистикасы, ауыл шаруашылығы, ұлттық шоттар, көлік статистикасы, қылмыс статистикасы сияқты болып кете береді. Маған мысалы бұл жақта нені табу керек, атаулы әлеуметтік көмекті қанша адам алады және ол қандай мөлшерде алады деген сұраққа жауап беру үшін, әлбетте ол атаулы әлеуметтік көмек әлеуметтік қамсыздандыру статистикасына жатады. Демек мен осы талдау сайтын ашқаннан кейін әлеуметтік қамсыздандыру статистикасының жанына белгіні қоямын. Ары қарай көріп тұрсыздар, маған оң жақта терезені ашып беріп жатыр. Яғни ол жақта әртүрлі көрсеткіштер табуға болады. Ол зейнетақы, ол арнаулы әлеуметтік көмек, әртүрлі жәрдемақы, өйткені бізде Қазақстанда тек атаулы әлеуметтік көмек қана емес, басқа да жәрдемақы түрлері бар. Яғни мен бірінші бетте көріп тұрғаным жоқ атаулы әлеуметтік көмекті, ары қарай екінші бетте де жоқ. Сонда ары қарай үшінші бетке барғанымда көріп тұрсыздар, 5 жыл ішінде арнаулы әлеуметтік қызмет алушылар саны және тағайындалған атаулы әлеуметтік көмекті алушылар саны. Егер мен мынаны бассам, яғни маған атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны керек деп айттым. Шамамен бірнеше секунд керек бұның жүктелуіне, өйткені сайт ауырлау. Міне бұл жақта Қазақстан Республикасы мен жалпы аймақтарындағы атаулы әлеуметтік көмекті алушылардың саны көрсетілген. Көріп тұрсыздар, 2005 жылдан бастап облыстар бойынша 2019 жылға дейін осында тұр. Қазір мінекей. 2018 жылы 571.584 адам алған болса, 2019 жылы білесіздер 5 қыздың қазасынан кейін атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны бізде артты. Өйткені методологиясы да өзгерді. Сөйтіп 2.177.176 адам атаулы әлеуметтік көмекті алады 2019 жылдың дерегі бойынша. Және мен сіздерге айтқандай методологиясына көңіл аудару керек дедім. Бұл қалай жиналған, оған кім жауапты? Көріп тұрсыздар, мына жақта төменгі жағына барсаңыздар төлқұжат деп тұрады және оны әдетте паспортында кім қалай жинады және қай уақыттан бастап жиналғаны көрсетіледі. Тағы да бір маңызды дүние, мен жаңа ашық деректер болғандықтан оны жүктеп алу мүмкіндігі беріледі деп айттым. Яғни бұл жақта Excel, PDF форматтарында жүктеп алу мүмкіндігі берілген. Осы, яғни талдауда сіз әртүрлі саладағы көрсеткіштерді таба аласыз. Оның ішінде әлеуметтік қамсыздандыру статистикасы, еңбек статистикасы, яғни жұмыссыздардың мысалы сол жақтан іздейміз. Мәдениет статистикасында кітапханалар саны деген сияқты солай кете береді. Өте пайдалы сайт деп ойлаймын. Күнделікті журналистерге мақалаға қолданатын әртүрлі көрсеткіштерді сол жақтан табуға болады. Сондай-ақ дәл осыған ұқсас статистика комитетінің өзінің сайты бар. Бұл жерде негізінен статистика комитетінде жаңартылған деректерді де табуға мүмкіндік бар. Ол жедел ақпаратта беріледі әдетте. Олай болса, яғни бұл жақта да тура солай салалар бойынша топтастырылған. Мен бірден негізгі бетке өтіп кеттім, бірақ егер мынаны ашатын болсаңыздар, әдетте ресми статистика деп тұрады да, содан кейін салалар бойынша деп таңдауымыз керек. Салаларды ашқан кезде тура жаңағыдай талдаудағыда көріп тұрсыздар, кәсіпорын, ұлттық шоттар, ауыл шаруашылығы, қоршаған орта деп кете береді. Маған мысалы елдегі автокөліктердің саны керек болатын болса, әлбетте мен көлік статистикасына барам. Мінекей көлік статистикасы. Және бұл жақта жедел ақпарат, міне көріп тұрсыздар, жедел ақпаратқа баратын болсам, қандай жедел ақпарат бар бізде, яғни осы күнге дейін тіркелген, қолда бар тіркелген теңіз кемелері дейді, теңіз порттарының қызметі туралы ақпарат, және тіркелген жеңіл автокөліктердің қолда бары дейді. Қолда барын қарап көрейік. 2015 жылдан бастап, яғни Excel файлдарына жақта берілген. 2012-2015
және де мерзімділікті таңдайтын болсақ, мүмкін ар жақта 2020 жылды таңдап көрсек. Мінекей, жеңіл автомобильдердің саны 2020 жылы 1 қаңтар, 1 ақпан, 1 наурыз. Ең соңғысы 2020 жылы 1 қазанмен бітеді екен. Мен бұны жүктеп алған бетте, жедел ақпаратта әдетте бұл Word форматында беріледі, Excel форматында емес. Ал негізгі көрсеткіштер деген бөлімде ол әдетте Excel форматында табуға болады. Бірақ онда әлбетте жедел ақпарат емес, 2019 жылғы дерекпен шектеледі, қателеспесем. Мінекей көріп тұрсыздар, мына жақта сандар берілген, яғни бізде қанша жеңіл автомобиль көліктері республикада тіркелген, яғни жағдай бойынша жалпы тіркелген жеңіл автомобильдердің көпшілігі қай жылы шығарылған және қандай жанармай тұтынады, тіпті соған дейін жазылған екен. Қысқасы, мінекей осы жерден және де төмен жағында сандар бойынша да кесте берілген екен. Қазақстан Республикасында, яғни ол 1 қазанда 4 миллионға жете қабыл, 3-8 миллион деуге болады. Осы. Және де негізгі көрсеткіштерде мен жаңа айтқандай Excel файлда табуымызға болады. Бірақ маған бұл жақта мысалы автомобиль көлігімен болатын, немесе автокөлік жолдарында болатын апаттардың себептері және олардың саны керек болатын болса, мен төменірек түсем де бұл жақта жол көлік оқиғаларының себептері деген файлды өзіме жүктеп аламын. Шерткен бетте мінекей маған жүктеп берді. Бірден кесте ашылады және онда 2018 жылғы соңғы дерек екен, яғни барлығы қанша жол көлік апаты болды бізде республика бойынша 15771 болатын болса, оның себептері топтастырып берілген. Оның ішінде жылдамдықты арттыру қанша, яғни жаяу жүргіншілер жолдарынан өту кезінде 2288 екен. Және де көріп тұрсыздар, әртүрлі классификация бойынша және өзге де дегенді көріп тұрмыз, яғни басқа да себептер бар деген сөз. Мінекей тура талдауға ұқсас, бірақ талдаудан айырмасы бұл жақтан жаңа айтқанда жедел ақпарат деген жерден біз жаңа деректерді табуға мүмкіндігіміз бар. Дәл осылайша, мынау негізінде статистика комитетінің беріп жатқан деректері бізге дәл осылайша, бірақ біз әртүрлі ресми мемлекеттік органдардан ашық деректерін табуымызға болады. Мынау жаңағы өзім қойған сұрағым. Ол ашық үкімет порталы, яғни data.gov.kz-те бізде орталық мемлекеттік органдар өздерінің ашық деректерін орналастырады. Мына жақта орталық мемлекеттік органдар дейтін болсақ, министрлік, түрлі агенттіктер, бас прокуратура, осы органдардың ашық деректерін табуымызға болады. Денсаулық сақтау министрлігінің мысалы, сол парақшасына өтетін болсам, мінеге 2020 жылы, яғни ВИЧ инфекциясын тіркелген жағдайлар туралы деректер, ең жаңа деректер осы болса керек, қыркүйек айының соңында жариялаған. Медициналық техниканың болуы деді, және де КВИ бойынша нақты уақыт режимінде төсек қорының болуы, тамыздағы дерек. Және де мынау мысалы аурулардың статистикасы. Бұл жақта бір ескеретін дүние, сіздер жүктеп алған кезде, яғни осындай мәліметтерді жүктеп алған кезде, ол бірден талдауға ыңғайсыз болуы мүмкін, өйткені жалпы дата журналистикадағы принциптердің бірі де ол деректерді тазалау керек. Бұл деректерді, яғни статистикалық өңдеуге түсінікті болатындай етіп тазалап шығуымыз керек. Мен нені айтып жатырмын қазір осы арада, яғни мен жүктеу дегенді көрейін және оны Excel-де жүктеп көрейін. Қазір мен ашқан бетте не айтып тұрғаным сіздерге түсінікті болады. Мінекей мынаны көріп тұрсыздар, кішкене түсіну қиындау, өйткені бір ізге түсірілмеген. Мысалы үшін бұл жақта өңірлердің атауы мына бір Y деген бағанда берілген. Өте ыңғайсыз, негізінде оны басына жылжыту керек. Сол сияқты мына жоғары жағында аурулардың түрлерін берген, әртүрлі аурулардың түрін көруіңізге болады. Мысалы мына жақта 2019 жылы қатерлі ісік, яғни 2020 жылғы деректе бізде келесі жылы жарияланады, егер қателеспесем. Және де
мен жаңа айтқанымдай, деректер мен жұмыс істеген кезде олар қандай өлшем бірлікте берілген, қандай көрсеткіш екенін біз алдын ала білуіміз керек деп айттым, иә. Яғни бұл жақта 100 мың адамға шағылып берілген науқастар саны. Бұл бірден төлқұжатында да жазылып тұр. Және бұл қай жылғы дерек екені де жазылып тұр. Яғни мынау кішкене түсінуге қиын болғандықтан оны тазалау керек, бірақ бұл басқа тақырып енді. Дегенмен бәрібір егер тазалауды білмеген адамның өзі мына жақтан өзіне қажет деректерді де таба алады деп ойлаймын. Өйткені жоғары жағында міне жазылып тұр. Қант диабеті ма, жоқ жүрек қан тамыр жүйесінің ауруы ма, жоқ қатерлі ісік ауруы ма. Бұл бірден айтайын, жаңа айтқандай 100 мың адамға шағылып берілген көрсеткіш, яғни абсолютті сандар емес. Және оны солай қолдануды орынды деп ойлаймын. Өйткені егер аймақтарды бір-бірімен салыстыратын болсақ, онда 100 мың адамға шағылып берілген көрсеткішті салыстырған орынды нақты картинаны көрсетеді деп айтуға болады. Жаңа ашық үкімет. Және де бізде бас прокуратураның құқықтық статистика комитетінде қылмыс статистикасы берілген. Олай болса, соны ашып қарасақ, яғни бұрындары бұл кішкене басқаша болатын, қамқор сайты ашылып тұрған кезде. Ал қазір енді, егер менде ашық тұрмаса, инфографика түрінде берілген бір карта болады. Міне мына жақта қойдым, яғни құқық бұзушылықтың картасы, содан кейін жолда болған жол көлік апатының картасы және кәмелет жасына толмағандар жасайтын құқық бұзушылықтар. Маған Қазақстандағы мысалы ауыр, орташа ауыр қылмыс қажет болатын болса, мен бұл картаға өтемін. Картаны ашқан бетте бірден сол тәулікте, өткен тәулікте, яғни тіркелген қылмыс аймақтар бойынша интерактивті картада беріледі. Шамамен жүктеуге кішкене уақыт алады, өйткені бұл жаңа айтқандай ауыр деректер, оның үстіне жақсы интернетті қажет етеді. Мінекей мынау бір тәуліктің ішінде бізде тіркелген заң бұзушылықтар, оның ішінде көріп тұрсыздар, ұрлық қанша, алаяқтық қанша деген сияқты өткен тәулік бойынша берілген. Бірақ мынандай сұрақ туындауы мүмкін, егер маған тәулік бойынша емес, жыл бойынша керек болатын болса, және ол кесте түрінде керек болатын болса, оны мен ала аламын ба? Әлбетте ала аласыздар. Ол үшін статистика деген бөлімге өтуіміз керек те, оған бір фильтрлерді қолдануға тура келеді. Олай болса жасап көрейік. Мынау маған қазір жүктегелі жатқаны, яғни жүктеп бергені, жылдың басынан осы күнге дейін тіркелген заң бұзушылықтар саны. Оның ішінде барлық заң бұзушылық, яғни орташа ауыр қылмыс, яғни көріп тұрсыздар картада, бұл абсолютті сандар, яғни мінекей абсолютті сандар, бірақ аймақтар бойынша топтастырылып берілген, және 100 мыңға шартта оны есептеуге болады. Бұл дайын түрінде осы парақшада бар. Фильтр түрінде деп айттым ғой жаңа, яғни орташа ауыр дейтін болсақ, міне көріп тұрсыздар, бізде өзгеріп жатыр. Және де с начала года дейді, яғни жыл басынан бері керек пе, жоқ қай күні керек, қай аралық керек, қай жыл керек, оны да таңдауға болады. Мысалы 2018 жылдың 11 қарашасы керек пе деген сияқты. Жаңа айтқандай бұл енді карта. Бізде сондай-ақ диаграмма мен кесте түрінде де қолдануға болады бұны. Мінекей мен кесте түрінде ашқан бетте маған бірден 2018, 2017, 2016 жылғы деректерді көрсетіп беріп жатыр. Өйткені мен 2018 дегенді бастым. Мен оны өзгерте аламын, әлбетте 2019-ға да. Және де мына жақта 100 мың адамға шағылып берілген кестеде. Егер көріп тұрған болсаңыздар, мына жақта всего по региону деп тұр, және 100 мың адамға шағып есептетуге болады. Алайда бір кемшілігі, бұл кестені мен өз басым жүктей алмадым. Яғни бұл кестені жүктеп алу үшін біз басқа бағдарламаларды қолдануымызға тура келеді, бірақ ол да басқа курстың тақырыбы болып кетеді. Яғни бұны алып шығудың жолдары бар негізінде. Тіпті онлайн бағдарламалар арқылы да алып шығуға болады бүгінгі күндері. Қысқасы осы, мына деректерді қарасаңыздар, жаңа картадан да көрініп тұр, бізде негізі құқық бұзушылық жөнінен, заң бұзушылық жөнінен алда келе жатқан аймақ, бұл Алматы.
Қарағанды және Нұр-Сұлтан екені көрінеді. Екі мың 18-де тұрып қалдым. 2020-ға баратын болсақ, мысалы, қарашада. Барлық құқық бұзушылыққа баратын болсақ, карта өзгереді. Әлбетте, жаңа айтқанымдай, міне көріп тұрсыздар. Шағын ғана болғанымен Батыс Қазақстан облысында да қызыл болып тұр. Яғни күлгін түсті болып тұр. Бір жағынан, екінші жағынан, міне ең көп құқық бұзушылық жаңа қызыл түспен белгілеп қойған. Өздері де бұл абсолютті сандар Алматыда. Ал егер мен 100 мың адамға шағып есептейтін болсам, бұл да Алматы болып шығады. Осы жалпы мен жаңа айтқанымдай, бұл мастер-класста негізінен халықаралық мәліметтер базасына көбірек көңіл бөлсем деймін. Бірақ оның алдында жалпы зерттеушілер үшін, яғни бағана адам бері мен айтқан деректер, ол жалпы кез келген журналистер қолдана алатын, мақалада қолдануға мүмкіндік беретін деректер, көрсеткіштер. Бірақ сонымен қатар бүгінгі күндері бізде кім неге иелік етеді, кім қандай компанияға иелік етеді, кімнің шетелде қандай дүние мүлкі бар деген сияқты тақырыптар өте үлкен сұранысқа ие болып келе жатыр. Сондықтан осыған көбірек мән берсем деймін. Жалпы Қазақстан өзінің ішінде де бізде кім неге иелік ететінін көрсететін деректер, ашық деректер бар. Әлбетте, бұл біріншіден egov.kz сайтында, егер өздеріңізде электронды цифрлық қолтаңба болатын болса, оны ашып қолдана аласыздар. Яғни заңды тұлғалардың иелері кім, яғни компаниялардың, акционерлік қоғамдардың жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің меншік иесін анықтауға болады. Егер цифрлық қолтаңба жоқ болатын болса, менде сияқты, мысалы, менде цифрлық қолтаңбаның мерзімі өтіп кеткен, өкінішке қарай оны әлі ұзартқаным жоқ. Компра порталы бар, немесе дәл осындай сияқты бізде Adata.kz сондай порталдарды қолдануға болады. Бірақ бұл жақта ескеретін дүние, egov.kz-те сіздер электронды цифрлы қолтаңба болатын болса, сутегінге алатын ақпарат, яғни ақша төлемей қалуға болатын ақпарат, Компрада өкінішке қарай ақылы, яғни бір рет іздеуге шамамен 500 теңгедей кетеді. Бұл сайт осылай көрінеді. Жалпы бұл сайтты өзімде көп қолданам, зерттеуші журналист ретінде. Қазір соны ашып қарасақ. Яғни бұл жақтағы интерфейс өте түсінікті, қарапайым тілмен кез келген жауапкершілік шектеулі серіктестігінің атауы болады, немесе бины болады. Егер сіз атауын білетін болсаңыз, тура осы жаққа терсеңіз, сол жауапкершілік шектеулі серіктестіктің немесе ИП-нің, жеке кәсіпкердің, яғни бүкіл мәліметтер, ол қашан тіркелді, қандай бағытта жұмыс істейді, қанша адамға арналып жұмыс істейді, яғни қанша адамдық ол шағын бизнес па, барлығы шығады. Немесе бір жеке адамды алып, соның атында не бар екенін іздеуге болады. Бір тіркелген кезде әлбетте 1000 теңге беру мүмкін. Бірақ білмеймін енді оны анық-қанығын. Жалпы қысқасы, егер бір адамды іздеп көретін болсақ, мәселен, менде Болат Назарбаевтың атында не бар екенін мен білгім келсе, және ол мүмкін бұған дейін жұмыс істеген жерлер, міндетті түрде оның атындағы дүние емес. Бұған дейін қандай бір қоғамдық қорларда бір қызмет атқарса, соның барлығы да шығады. Мінекей, ары қарай мен басқа ақпаратын алғым келсе, подробнее дегенді басамын, және де тіркелу керек. Тіркелгеннен кейін белгілі бір сомада ақшаны құйғаннан кейін сізге бүкіл мәліметті ашып береді. Бірақ жаңа айтқанымда, егер электронды цифрлы қолтаңба болатын болса, бұны жасамайық. egov.kz-те оп-оңай табуға болады бұның барлығын. Халықаралық деректер базасына өтпес бұрын мен мынандай нәрсені көрсеткім келіп тұр. Мен жаңа айтқанымдай, жеке адамның басындағы, мысалы, жеке кәсіпкердің де, яғни иінін білетін болсақ, біз ол адамның атында не бар, не жоқ екенін білуімізге болады дедім, Біз жақында өзіміз зерттеу жүргізген кезде кездейсоқ, яғни бір ИП-нің біз иінін білдік. Иінін біз, яғни мемлекеттік сатып алулар порталы арқылы таптық. Ол
Назарбаева Гүлнұр Уахаповна деген кісі, мүмкін білесіздер, мүмкін естідіңіздер. Яғни біз сол кісінің ИП-сінің иінін алғаннан кейін мына жақта, мына порталда, мемлекеттік сатып алулар порталында, оны табу қиын емес, Google-ға терсеңіздер, мысалы мына кісінің атында ИП бар ма, немесе Назарбаева Гүлнұр Уахаповна, мысалы ИП дейсіздер, сөйтіп оның бірден сіздерді мемлекеттік сатып алулар порталына өзі ақ бағыттауы мүмкін Google. Сөйтіп міне көріп тұрсыздар, мына жақта иін шығады. Иінін мен теріп алғаннан кейін мына жаққа опына қоя салам. Тіркелу керек бұл порталға. Тіркелгеннен кейін бұл портал өте қолдануға да ыңғайлы және тегін. 20 рет іздеп көруге болады. Көріп тұрсыздар, маған бүкіл жеке мәліметін шығарып беріп жатыр. Яғни жеке мәлімет болғанда енді сол жеке кәсіпкерлікке қатысты мәлімет, ол қашан тіркелген, ол қандай салалар бойынша жұмыс істейді. Мінекей бұл жалға алу, яғни жеке кәсіпкерлік және жылжымайтын мүлікті жалға алу дейді. Сән салондарында қызмет көрсету, яғни шаштараз дейді. Осындай 3 бағыт бойынша жұмыс істейді және 5 адам дейді. Адата кезетпен осы ПК учет кезетте біз бірден бізді басқа да ашық дерек көздерімен байланыстырып жатыр. Яғни ол госзакупқа қатыса ма, қатыспай ма, оның бұған дейін белгілі бір сот істеріне қатысы болды ма, болмады ма, міне көріп тұрсыздар. Я дейді, яғни белгілі бір салық бойынша қарызы бар дейді. Ол бойынша қарызы білу үшін біз басқа да КГД Gov.kz қолдануымызға тура келеді. Ол да қиын емес, қайтадан сол иінін тапсаңыздар, немесе ол жауапкершілігі шектеулі серіктестік болатын болса, бина арқылы да қарызын тауып шығуға болады. Жалпы Қазақстан ішінде осындай кімнеге иелік ететін, егер ол листингтен өткен ашық компания болатын болса, ол ашық компанияның иесі кім екен? Мысалы Алматы әуежайы, банктер, ол түсінікті деп ойлаймын. Kassa.kz сайтынан қарауға болады. Өйткені бұл жақта бүкіл есептілік тапсырылады. Ол компанияның өзінің үлестес тұлғалары кім, ол үлестес тұлғалардың, яғни туыстары кім, сол сияқты мәліметтерді оп-оңай табуға болады. Өйткені ол ашық деректер, листингтен өткен компаниялар. Ал жалпы енді ол Қазақстан ішіндегі деректер дегенмен бізде сондай-ақ шетелдік ашық дерек көздері бар. Оны да көптеп қолдануға болады. Оның ішінде бізде Open Corporate деген, яғни ашық корпорациялар сайты. Осы сайтты қарастырсақ, мен оны мына жерде ашып қойған едім. Яғни Open Corporate сайтына өткен бетте сіздерде екі түрлі іздеу мүмкіндігі ашылады. Ол біріншіден компаниялар арқылы іздеу, екіншіден сол жақта жұмыс істейтін немесе соларға иелік ететін адамдардың есімдері арқылы іздеу. Компаниясы енді officers деп тұр, яғни егер мен компанияның атын білсем, әлбетте мен компанияның атын теремін. Егер мен компанияның атын білмесем, мысалы менде біз жаз айында, мысалы үшін мен бүкіл іздеген адамдардың тізімі шығып тұр. Қысқасы жаз айында біз өзіміздің рас айтамын телеграм каналына Бергер Рысқалиевтің ұлы Аслан Рысқали туралы мәліметтер жинаған кезде осы Open Corporate-ті қолдандық. Яғни кімде-кім сол мақаланы оқыған болса, Аслан Рысқалидің атында компаниялар бар екенін білесіздер. Бұл жақта бір жақсы жері, яғни маған мысалы үшін Аслан Рысқалидің бүкіл тек Ұлыбританияда ғана емес, егер басқа да осы Open Corporate-ке енген елдер, яғни ашық деректер бар болатын болса, бұның барлығы бизнес реестр деп аталады. Басқа жақта да компаниялар тіркелген болса, мысалы Малайзияда деген сияқты. Соның барлығын ашып көрсетіп береді. Мына жақта көріп тұрсыздар, Аслан Рысқалидің атында бірнеше компания шығып тұр. Оның ішінде мыналардың барлығы үшеуі inactive дейді, яғни ол бүгінгі күні жұмыс істемейді. Бірақ мына компания директор болып тұр, сол жақта 2020 жылдың 8 сәуірінен бастап істейді деп тұр. Олай болса соған өтсек, оған өту мына жақтан мүмкін емес сияқты, өйткені мен тіркелуім керек. Бірақ оған өтудің жолын мен келесі слайдта көрсететін боламын. Оған дейін айтқым келгені, кез келген адам, мысалы Кеңес Рақышевтың да осындай сияқты компаниясын іздеп көруге болады. Бұл жақта ескеретін нәрсе адамның атын жазылуы, яғни ол Кеңес дегенде N-нан кейін G бола ма, болмай ма, яғни екі нұсқаны да салып іздеп көру керек. Өйткені ол кісінің паспортын білмейміз, жалпы қалай жазылған екен.
Мінекей мына жақта қарамен белгілеп қойғаны, ол әлі де сол жақта жұмыс істейді. Ол Ұлыбританияда бір компанияның директоры екен. Evershave Limited дейді, Лондонда дейді. Мінекей ары қарай іздеу үшін, яғни сол жақта жұмыс істейтін басқа адамдардың аты жөндері де келтірген. Ары қарай іздеу үшін осы сайтқа тіркелу керек болады, егер қателеспесем, мына жақта көрейік. Бізді өткізсе. Мына жақта да қарауға болады. Бұл жақтан адресі, коды, яғни Ultimate Beneficiary Owners Кеңес Рақышев деп тұр, яғни бенефициары Кеңес Рақышев екен, тіркелген адресі осы екен. Көріп тұрсыздар, Ұлыбританиядағы компанияны маған шығарып берді, және бұл жақта басқа да даталар табуға болады. Бірақ айтқым келгені, бұдан бөлек те басқа да Ұлыбританияның өзінің ішінде іздейтін, яғни UK Companies House деген сайт бар. Оны да слайдта көрсетіп қойдым. Сол сияқты, егер мынаған баратын болсақ, жалпы бастапқы бетіне Ұлыбританияда тіркелген бүкіл компаниялардың мәліметі негізінде осы UK Companies House-та табуға болады. Бұл жерде де тура Open Corporate-тағыдай, яғни мен компанияның атын, оның артында тұрған адамның атын, немесе онда жұмыс істейтін адамдардың атын, немесе сол компанияның өзін, тура біздегідей бен сияқты арнайы номері болады, сол тіркеу номері бойынша іздей аламын. Маған бұл жақта бір артықшылығы, жаңа Аслан Рысқалиді қайтадан теретін болсақ, бүкіл құжаттарын шығарып береді, яғни қай уақытта есеп тапсырды, ол қандай есеп деген сияқты. Аслан дегенде көріп тұрсыздар, бүкіл Асланды шығарып беріп жатыр. Маған бірақ бүкіл Аслан емес, маған Рысқали керек. Мынау біріншісін қарасақ. Бұл басқа компания екен, Nordworks Limited деп аталады, секретарь болған дейді, яғни 2014 жылдың 12-ші маусымында, бірақ бүгінде ол компания жұмыс істемейді. Екіншісін қарап көрейік. Бұл да сол, Моблерде де жұмыс істеген дейді. Мінекей British деп тұр, яғни Британ азаматтығы бар деген сөз. Үшіншісін көрсек. Сексен 89 жылы туылған, мінекей актив деп тұр, яғни әлі де директор қызметінде мына компанияда. Осы компанияны ашып қарасақ, міне адресі тұр бізде. 8 сәуірде 2020 жылы тағайындалған екен. Fill-in history деген кезде осы жерде де бір қатар құжаттар ілінген болуы мүмкін, қарап көрсек, яғни Statement of Capital, яғни капиталы, былайша айтқанда 100 фунт стерлинг дейді. View PDF деген жерде құжаттары тұр, яғни ол жақта шамамен кімдер иелік етеді бұл компанияға, не деген компания деген сияқты. Яғни тіркеген кезде беретін бүкіл мәліметтер осы PDF құжатында көрсетілген. Адресі, бірақ адресі дегенде ол Аслан Рысқалидің үйінің адресі емес, әлбетте ол компанияның тіркелген адресі, әлбетте жалпы әдетте Ұлыбританияда осындай бір компаниялар тіркелетін арнайы адрестер болады. Ол үйдің адресі емес, және сол Рысқали мысалы өзінің компаниясын тіркеген адресте басқа да компаниялар тіркелген болуы мүмкін. Оны да қарау керек. Google Street Map арқылы, Google Search арқылы. Мына жақта көріп тұрсыздар, shareholdings деп тұр, яғни бұл компанияға иелік ететін адамдар, ол Аслан Рысқалидің өзі, және Әсел Рысқали дейді, шамасы қарындасы болу керек. 49% осы Әсел Рысқалиде, 51% Аслан Рысқалиге тиесілі. Мінекей, мен сіздерге тек қана Open Corporates пен UK Companies House-ты көрсетіп жатырмын, бірақ әлемде әлбетте бұдан да көп бизнес реестрлер бар. Оның ішінде ақш-тың әрбір штатында осындай бизнес реестрлерді көруге болады. Егер ағылшын тіліне жетік болсаңыздар, бұл ешқандай мәселе емес. Сондай-ақ мен айтқым келгені, жалпы UK Companies House. Жалпы шетелде, кей елдерде, тіпті көп елде деуге болады, мынандай ашық демократиялық елдерде, батыс елдерінде
жылжымайтын мүлік туралы ақпаратта ашық дерек көзіне жатады. Яғни жылжымайтын мүлікке кім иелік етеді, қандай компания немесе қандай адам иелік етеді деген сияқты мәселеге келген кезде пайдаланатын арнайы сайттар бар. Мысалы, мынау Нью-Йорктегі жылжымайтын мүлікке қатысты ақпарат ол Нью-Йорктың қаржы департаментінің сайтында берілген. Қазір соны ашып қарасақ, бірден міне көріп тұрсыздар, New York City Department of Finance, сосын party name деп тұр, яғни бұл келісімшартқа қатысушы тараптардың аты жөндері арқылы іздеу. Бірден search by party name, және жеке тұлғаны, мінекей жеке тұлғаны осылай мен бүкіл іздеген searchтерім шығып тұр қайтадан. Соңғы аты, алғашқы аты, яғни фамилиясы мен аты жөні бойынша іздеуге болады, және бизнес, егер компанияның атын білетін болсаңыздар, сол бизнес компанияның аты арқылы іздеуге болады. Бізде жалпы Субханбердин мысалы үшін, Субханбердин дүние мүлкі болған неде, Манхэттенда. Міне Субханбердин Нұржан, енді ол кісі үлкен кәсіпкер, сондықтан да түсінікті деп ойлаймын, ол кісінің Манхэттенда дүние мүлкі бар екен онда тұрған, және ештеңе жоқ болуы мүмкін. Міне документ amount деп тұр, яғни 20 миллион 400 мың доллар. Бұл не екенін білгіңіз келсе, мына жақта detail деп тұрады, view detail, яғни құжаттарды қарауға болады. Немесе мына жақта image деп тұрған жерде бұл нотариуспен рәсімделген бүкіл құжаттарды шығарып бере алады бізге. Яғни бұл қандай адресте тіркелген дүние мүлік, single residential condo unit дейді. Нұржан Субханбердин, мінекей мекен жайы, және де одан сатып алған адамның аты жөні, мекен жайы. Бұл алғашқы бет қана. Мінекей адресі 80 Columbus Circle дейді. Бұл тура Манхэттен жүрегінде орналасқан тұрғын үй кешені. Бұны өзім білетіндіктен айтып жатырмын, өйткені біз жалпы Сулейман Демирел университетінде студенттермен осындай практикалық тапсырмаларды орындаған болатынбыз. Өзімізде осындай сабақ бар, зерттеу журналистикасына қатысты. Яғни мына жақта бүкіл мәліметтер берілген, қанша бөлме, қаншаға сатылған, кім сатып алған, ары қарай оны рәсімдеген нотариус, осы сияқты бүкіл құжаттар осы жерден шығады. Дәл осы сияқты бізде жаңа айтқандай ақш-та енді әрбір штатта бөлек-бөлек іздеуге тура келеді. Бұларда бір жерде топтастырылған дүние жоқ. Мысалы, Майамиде жылжымайтын мүлікті біз мына сайт арқылы іздейміз. Бұл жақта да тура солай. Адрес арқылы іздеуге болады, owner name дейді, яғни сол адамның аты жөні арқылы іздеуге болады деп кете береді. Және де Еуропа елдерінде де дәл осындай сияқты іздеу жүйесі бар. Бірақ Еуропадағы іздеу жүйесі кішкене ерекшеленеді. Мысалы, Ұлыбританиядағы іздеуге келетін болсақ, көбіне көп Ұлыбританияда, көбіне көп емес, жалпы негізінде HM Land Registry деген мәліметтер базасы бар. Яғни бұл жақта жалпы адамның аты жөні арқылы іздей алмайсыздар. Бұл жақта белгілі бір мекен жай арқылы іздейміз. Яғни сол адресті тереміз. Әдетте Ұлыбританияда әрбір үйдің өзінің посткоды, яғни индексі бар. Және сол үйдің номері мына жақта бірден көріп тұрсыздар. House name, мысалы, now деген сияқты посткод, now деген сияқты мен бұған дейін іздеген дүниелер шығып жатыр. Бірақ өкінішке қарай бұл тегін емес. Яғни ақш-та бұл іздеу жүйесі негізінен тегін болатын болса, Ұлыбританияға келген кезде кішкене әрбір search үшін, әрбір іздеу үшін белгілі бір фунт стерлинг төлеу керек, бірақ аса қымбат емес. Дегенмен ыңғайсыздық тудыратын нәрсе бұл адрес бойынша іздеу екендігі. Яғни бұл былайша айтқанда ыңғайсыздық тудыратыны, мысалы мен белгілі бір қазақ олигархының ол жақта Лондонда, Челсиде мысалы үйі бар екенін, жоқ екенін тексере алмаймын, тек бір адрес арқылы ғана тексеруіме тура келеді. Осы жағы бар, дегенмен Ұлыбританияда да басқа елдерде де телефонный справочник дейді, яғни телефон аты жөндері берілген бір мәліметтер базасы болуы мүмкін, мүмкін соны да қолдануға болатын шығар. Еуроодақта жылжымайтын мүлікті іздеу немесе бір жер кадастрларын іздеуге қатысты мынандай сайт бар, оны сіздерге жалпылама көрсетіп кетейін. Бірақ бұны қолдану үшін
мүмкін браузерге бірден аударма тілін қойып қою керек, яғни мысалы болгар тілінен аударатын немесе итальян тілінен, француз тілінен аударуға болатын деген сияқты. Ал жалпы мына бірінші бетте мына Еуропадағы елдердің тізімі берілген, және ол жақта мысалы Болгариядағы жылжымайтын мүлік реестрі бізге нені ұсынады деген кезде қайтадан көп тұрсыздар, кішкене ағылшын тілінде барлығы. Дегенмен мынаның өзім Болгарияның жылжымайтын мүлік реестріне өткеннен кейін болгар тілінде ашылады. Бұған енді не болгар тілін білу керек, немесе егер түсінетін болсаңыздар, немесе браузерде бірден аударманы қолдануға тура келеді. Сол сияқты Францияда да, негізінде мен білуімше Францияда да біз адамның аты жөні арқылы іздей алмаймыз. Еуропа елдерінде осы бір кемшілік деуге де болады. Тек қана мекен жай бойынша іздеу қолданылады. Дегенмен жаңа айтқандай, мысалы Алексей Навальный қандай зерттеу түрін қолданған кезде телефонный справочник деп айтқанда, жаңа сондай телефонның нөмірлері арқылы, сондағы адамдардың аты жөндері арқылы да іздеуге болады деген бір ұсынысы бар. Сонымен бізде уақыт аяқталып келеді. Бұл қысқаша ғана мастер-класс болатын. Бұл мастер-класста әлбетте негізгі дүниелер ғана қамтылды, дегенмен бұдан тереңірек білгілеріңіз келсе, өз беттерінше ізденіп көруге болады. Мысалы, басқа да мәліметтер базасы бар, ақш-тың өзінің ішінде деген сияқты, немесе егер статистикалық деректерге қызығатын болсаңыздар, экспорт-импортқа қатысты бөлек мәліметтер базасы бар, немесе Қазақтан кімнен қару-жарақ сатып алды дегенде ол бөлек мәліметтер базасы бар. Яғни әр салаға, әр тақырыпқа қатысты мәліметтер базасы өте көп, бүкіл әлемде, Қазақстан өзінің ішінде де жеткілікті. Оның барлығын 45 минуттың ішінде қамту өкінішке қарай мүмкін емес. Егер сұрақтарыңыз болса, қоюға мархабат. Әзірге сұрақтарды көріп тұрғаным жоқ. Компрадан алынған мәлімет ашық дерекке жата ма деген сұрақ келіп жатыр. Мен жаңа айтқандай, бұл жалпы мастер-класста мен зерттеуші журналистерге арналған құралдарды да қамтығым келді, сол үшін компраны көрсеттім. Компрадағы деректер, бұл жақта бір нәрсені түсіну керек, компра оны өзі жасап отырған жоқ, компра оны басқа жақтан алып отыр. Компра оны қайдан алып отыр дегенге келетін болсақ, оны egov.kz сайтынан алады, немесе ПК учеттан алады, немесе kgd.gov.kz-тен алып отыр. Яғни компраның өзі де бұл жақта ашық дерек көздерді қолданып отыр. Соны бір ара жігін ажату керек. Яғни компрада әр жақтан жинау арқылы, былайша айтқанда, өзіне адамдар тартады, және ол адамдар сол мәлімет үшін ақша төлейді. Бірақ жаңа айтқандай, өздеріңіз де сол компраға жүгінбей-ақ осы ашық деректерді egov.kz-тен, немесе kgd.gov.kz-тен, немесе ПК учеттан жинап алуларыңызға болады. Бұл да ашық деректер. Жақсы, рахмет. Егер басқа сұрақтарыңыз болмаса, қатысқандарыңызға көп рахмет. Жалпы ұйымдастырушыларда мен поштам болады. Қандай да бір сұрақтар туындайтын болса, маған сол электронды поштаға хат жазуларыңызға мархабат. Көп рахмет. Сау болыңыздар.